Так, Айзия, бастай берейік, иә? Мгм. Мынау біздегі тестте 26-шы сұрақты қарайық. Әртүрлі есептер шығарайық. Көрініп тұр ма, Айзия? Мгм. Көрсетіп. Бұл есепті шығару үшін бізге қысқа жолын табу керек, бұл есепті шығару үшін. Өйткені бұл есепті біз барлығын есептейтін болсақ, уақытымыз бәрі кетіп қалады, иә? Сол үшін байқасаң, қара, мына Мгм. жерде бізде мына екеуінде де не бар? Екі, Екеуінде екеуінде де ұқсас. 12 бар екеуінде де, иә? Мына екеуінде де не бар? Және мынадай екеуінде де не бар? Мына жақта 13 пен мына жақта 28 бар. Иә, мында 13 бар, 13 бар, 28 бар, 28 бар. Иә, осы бірдей деген сандарды жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Бізде осы 6-шы сыныпта сондай тақырып болған. Мысалы, АМ қосылған А X деген болсын. Мысалы, екеуінде де X бар ғой? Екеуінде де А бар ғой бізде? Иә? Сол Аны жақшаның сыртына шығарып жібереміз да, мына екеуі кетіп қалады. Орнына M плюс X жазылады. Қанша? Мгм. Сол сияқты біз ана жерде не істейміз? 12 деген санды Он жақшаның екі. сыртына. Аха. Қазір бір кісіге ссылка жібермеппін ғой, соны жібере салайыншы. Аха, Ал аха, жақсы. ары қарай, енді осы жерде біз жақшаның сыртына шығаратын болсақ, онда қалай болады? Мынау 12 мен мынау 12 кетіп қалады, иә? 12 болады. Сонда 36 мен 32 жақшаның ішінде қалып қояды. Көрдің бе? Бүйтіп ашатын болсақ, ол әрқайсысына көбейтіледі, иә? Плюс, енді мынау 13 пен 13-ті шығарамыз жақшаның сыртына. 13, 42 азайту 42 болады, дұрыс па? Мгм. Енді мынау 2, 28 жақшаның сыртына шығарамыз. 28, 5 азайту 4 болады. Сонда үстінде не шығады бізде? Есептеп жіберейік. 36-тан 32 азайтсаң қанша болады? 12 болады. 12-ні 4-ке бірден көбейте салайық. Бізде болады 48 болады, иә? 48 болады. Сосын мына жерде 0 болады. 0 болады. 0-ді 13-ке көбейтсем, бәрібір 0 болады. Мына жерде бізде 1 болады, иә? 28 мен 1-ді көбейтсем, бәрібір 28 болады. Енді астында да тура солай жасаймыз. Астында бізде тура солай жасауымыз керек. Қай сандармен? 25, 25 екеуінде де 25 бар. пен Сосын 29. 29, 29 бар. Сосын 8, 8. Соларды жақшаның сыртына шығарып жіберейік кәнекей. Сонда 25-ті бір-ақ рет жазамын да, жақшаның ішіне 58 бен 56-ны азайтамын. Өйткені былай көбейтіледі ғой, жақша ашылатын кезде. Келесі 29 екеуінде де бірдей, 29 жақшаның сыртына жазамын да, мына екеуін жазамын міне. Мгм. Мгм. 68 азайту 67. Соңында 8, 41 азайту 40 бола ма? Мгм. 58-ден 56 азайтсақ, енді қанша болады ол жерде? Екі, 2-ні 25-ке көбейтемін. 50 бес, болады, иә? 25. Мхм. 29, 68-ден 67 азайтамын, 1 болады. 1-ді 29-ға көбейтемін. 29 болады. Мына жерде 1 болады, 8-ге көбейтемін. Қосу 8 болады, иә? Сонда 40-қа 0 қосам, 48, 48-ге 0 қосам, 48, 48-ге 28 қосам, 76 болады. Мына екеуін қосам қанша болады? 79, оған 8 қосам, 86 болады, иә? 86. Екеуі нешеге қысқарады?
екіге қысқарады, иә. 86-ны екіге бөлем, 43 болады. 76-ны екіге бөлем, қанша болады? 38 болады, иә. 43-тен 38 дейді. Мына жақта 87 болады екен ғой. 76-тан 87. Иә? Мына жерде 87 болады екен. Сонда 86-тан 70. 87-тен 76 шығады. Жазып ал. Жақша сыртына шығару. Айзе, нормально естіліп тұр ма? Қатып жатқан жоқ па? М. Жазып алдың ба? М? Келесі есепті шығарайық онда. Қазір. м, м. 27-ші есепті шығаршы өзің. Көрініп тұр ма саған? Айзе, сенен пароль сұраған жоқ па? Менен прошлады. Пароль сұраған жоқ, иә? сәлеметсіз мұғалім. Саламатсың ба, қалайсың? Жақсы. Ильяс, мынандай есептер шығарып жатырмыз. 27-ші есепте жауап неше шығады? Қазір. Мгм. Өте оңай есеп, иә? Айзия шықты ма сенде? Қазір шығарып жатырмын. Ұзақ болып кеттің ғой жерде. Б шығады, Б. Bir шыға ма? Б шығады, Б. 27. Сен бұны шығарған ба едің? Жоқ. Так, бүйтеміз, Айзия қара. Сәл ұзақ болып шығарып қойдың ғой сен. Бұл жерде байқасаң, мынау 25 мыңда көбейтіледі, иә, пропорциямен.
мынау мындай көбейтіледі, иә. Сонда 14 14x көбейту 5 болады, тең болады 28 көбейту 25 болады. Енді x-тің жанында көбейтіліп тұрғандар мына жаққа қарай не істейді? Бөлу болып өтіп кетеді. Дұрыс па? X тең 28 мен 25-ті көбейтіп та керек емес. Біз 14 пен 5-ті астына жазамыз да не істеп жібереміз? Қысқартып жібере саламыз. Сонда 5 пен 2-ні көбейтсем 10 болады сонда. Ильяс дұрыс айтады екен. Сол болады, иә? Келесі есеп мына есепті шығарыңдар. Теңдеу шешу керек. Бұл жердегі мына отырған x-ті табуымыз керек. Мұғалім 2017-те бір шығатыннан шығарғанбыз. Қаш? Кім ол? Шерхан сен ба? Аха, шығарғанбыз мұғалім. Мен. Ол басқа болу керек. Басқа ғой, басқа. Басқа бұл. Аха. Просто сайт ғой соған. Сайт шығар. Çoğda milyar çıktı mı? Çıktı. Мынау бөлу 2 болып тұр, иә? Ол пропорция болып, мынау 2-ге не істейді? Көбейтіледі. Сонда x азайту. Мынау бізде қандай жақша? 2017-те бір шығады. 2017-тен бір шыға ма? Қазір тексереміз. Мынау бізде қандай жақша? Тік жақша. Тік жақша болса, ол модульдан плюс болып шығады, иә? Сонда 1 бөлу 2017 болады. Оған қосамыз 2 бүтін 2017-ден 1-ді қосып жібереміз. Оның барлығы жақша да. Тең, мынаған біз 2-ні көбейтіп жүруіміз керек қой, мынау 2-ні. Сонда ол жері 2 көбейту 2 4 болып кетеді. Дұрыс па? Естіліп отыр ғой. Енді мына жерде біз x-тан азайтуымыз керек. 2017-ден 1-ді қосамыз 2 бүтін 2017-ден 1-ге. Біз оларды бір-біріне қосып азайтқан кезде мынаның алды минус қой, көрінер ма? Мынаның алды плюс. Сонда олар не істейді бір-бірінен? Азайтылады, иә? 1 бөлу 2 Азайтылады. сол мән беру керек соған. Мынаны бұрыс бөлшекке айналдыру керек. 2017-ден 4035 болады, иә? Тең 4. Үстіндегі 1-ді 34. қосып беремін. Иә, обай. Көбейтемін, еще үстіндегі 1-ге қосамын ғой. Енді екеуінен азайтқан кезде ортақ еселіктер бірдей ғой. 2017-ден 1 қосу 4035. Мынаның алды бізде не болып тұр? Минус болып тұр, иә? Сонда x тең x тең болады 2017-ден 4034 шығады. Алды бізде плюс болады. Өйткені екеуі азайтылады, бірақ кімнің таңбасын жазамыз? Кім үлкен, соның таңбасын жазуымыз керек, иә? Мынаның алды бізде минус, ол неге айналып кетті? Плюсқа айналып кетеді. Енді тең 4 болады. Енді бұл қосу болса, енді 10 жаққа қарай қандай таңбамен ауысып кетеді? Азайту. Азайтуға ауысып кетеді, иә? Сонда 4-тен азайтамыз 2017-тен 4034-ті. Сонда біздің жауап болады неше? Орта еселік 2017 берсек болады. 2 болады, е. Е бола ма? Сонда 2 бола ма? Мына жақта 4034-ті 2017-ге бөле салмаймыз да, иә? Иә, 2 ғой. Иә, мына жер 2 болады ғой.
мына жерде бізден а екеуін бөлеміз. 4034 2017-ге бөлсем, x қосу 2 тең 4 шығады. X-ті қандай санға, то есть қандай санды 2-ге қосатын болсақ 4 шығады. 2. 2 болады. Сонда мынаның орнында 2 тұру керек. Сол үшін жауабы е болады екен, иә. С шықпайды екен бұл жерде, иә. С деген қате екен, мынаны дұрыстап көшіріп алсын. Тима, сенде шықты ма? Жаза алдыңдар ма? Келесі есеп. Жаза алдыңдар ғой, иә? Давайте ответ беріп отырсаңдаршы. Я деп. жазылайық. Жазасыңдар ма? Давай, давай, жазалым. Альмарова неше есеп? Ну, үлгергенше ғой. Барлығын түсініп, үлгеріп жатсаңдар, көреміз. Андай, на количество емес, на качество. Хорошо? Мысалы, түсінбеген сұрақтарың болса сұрасаңдар болады. Мына жер неге былай болды? Мынау да оп-оңай, иә? Бұл есеп те оп-оңай. Қанша шығады? Қарама. Ағашы көбейту екен білесіңдер, иә? Ол мына жаққа не болып барып өтеді? Бөліп өтеді, иә? Сонда x тең 169-ды бөлесіңдер. Бөлуіміз керек минус 2,5-тен 3-ке. Болды, осыны бөліңдер. Таңбасы явно минус мынау или мынау шығады осында жауабы. Мыналар явно шықпайды жауапқа, иә? Өйткені плюсты бөлгенше минус шығады. Минус 10 шықты ма? 1-ден 169 бөлу минус 5-тен 13. Минус 65, минус 65. 1-ден 169 көбейту 13-тен 5. 13 пен 169 қысқарады ғой екеуі. Өйткені 13-ке көбейтсеңдер 169 болады. Сонда мынау 13, мынау 1 болады. Сонда плюс пен минус көбейтілсе минус 13 көбейту 5, 65 болады сонда. Минус 65 жауабы В болады. Дұрыс па? Оңай есеп, иә? Мынандай есеп келсе қуанып тұрып шығарып тастайсыңдар ғой, қателеспей. Келесі есеп, мына есеп. Көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Маржан бөлмесіне бірінші қандай нәрсе мынау бірінші сурет. Стеуік қой, иә, плоскогубцы дейді, пассатиж. Иә. Стеуік, карандаш, сумка және аяқ киім заттарын таразыға тартқаннан кейін заттардың жеңілі 1 килограмм, ауыры 9 килограмм екендігін анықтады. Төмендегі таразы суреттерін қолданып, сөмкенің салмағын табыңыз дейді. Мұғалім 7 емес пе? Ответ па? Жоқ, Қалай таптың? 9. Заттардың ең жеңілі 7 килограмм екенін, 1 килограмм екенін анықтады да, ең ауыры 9 килограмм екендігін анықтады. Олай болатын болса, жаңа нені салмағын табу керек бізге.
Сөмкенің салмағын табу керек. Допустим, таразыда бірінші сумканы 9 килограмм деп ойлайық, иә, өйткені примерно сол ауыр болып тұр ғой, примерно, иә. Е, 9 деп ойлайық, иә. Бірақ енді қарашы, бірінші таразыға мән беретін болсаңдар, бұл жерде бізде екі зат тұр. Біреуі аяқ киім, біреуі тіс теуік. Енді бір аяқ киімді қарасаңдар, ол 4 неге тең болып тұр? Қаламға тең болып тұр, иә. Ал енді бір тіс теуік бізде бір қалам және бір аяқ киімге тең болып тұр, иә. сонда қарындаш ең азы. Я, ол значит примерно 1 килограмм деп ойлайық оны, иә. Карандашты 1 килограмм деп ойлайық. Карандаш 1 килограмм деп ойласақ, значит аяқ киім онда 4 килограмм болуы мүмкін ғой, иә. Сонда Өйткені сумке 9 бізде килограмм болады. өйткені біздегі қалам 4 қалам бар. Оның каждый біреуден болатын болса 4 килограмм. А значит аяқ киім 4 килограмм ғой, значит. А значит тістеуік Не, неше килограмм болады? Тістеуік? 5 килограмм, 5. Конечно, 5 килограмм, потому что мынау 4 килограмм, а мынау бізде 1 килограмм, иә. Одан кейін барып мына жақта қарайтын болсаңдар, тістеуігіміз бізде 5 килограмм, мынау бізде 4 килограмм, сонда сөмкеміз 9 килограмм болады екен, дұрыс. Мұғалім, мына есепте екінші суретте қайсысы үлкен болып тұр? Екеуі бірдей ма дұрыс? Екеуі тең ғой, бәрінде тең болып тұр. А, Барлығында таразы тең тұр. Барлығында таразы тең тұр, өйткені көрдіңдер ме? Наравне тұр. Таразда барлығы тең тұр. Просто суреттің өзі ғой, былай кішкене қисайып кеткен, иә. аха, сондай. Ана птл-дағы тестте суретке түсіріп алған кезде сөйтіп қисық қылып түсірген ғой. Мына птл-дың өзіне келген сұрақ қой, бұндай сұрақ болады, яғни таразыға байланысты. Жақсы ма? Түсінікті ғой, главное түсіндіңдер ғой, иә? Аха. Кеттік ал. Келесі көрейік. Келесі сұрақты кесейік. Түсінбей жатсаңдар сұрап алыңдар. Негізі нешеде ұйықтайтын едіңдер түнде? Келесі мына есепті 31-ші есеп. Қалай шығарамыз? Бөлшектерді есептейміз, мына бөлшекті есептейміз. Сосын бір-біріне қоса саламыз, иә? Давайте. 31-ді шығарып тастаңдар. Ортақ бөлім береміз, а мұғалім? Аха, мынаған бүйтіп ортақ есептеп бересің, иә? Ортақ бөлімі неше? 30. 15 и 30 болады. 30-ды енді 3-ке бөлесің, Шерхан. 10 болады. 30-ды 5-ке бөлесің, 6 болады. 30-ды 2-ке бөлесің, 15 болады. Сонда мынадан біріншісінен шыққан мәніміз 30-дан мына екеуін көбейтеміз ғой енді. 10 болады. Қосу мына екеуін көбейтеміз. 6 болады. И мына екеуін көбейтеміз. Арасы азайту. Арасы азайту 15. Сонда бұл 30-дан 16 азайту 15 1 болады. 30-дан. Біріншісінде 30-дан 1 шықты. Екіншісінде 30-дан мынаған қанша беремін? 3, мынаған 10 беремін, иә? 10-нан. Бұдан бізден шығатыны 30-дан 3 қосу Сен бір. 10, 30-дан Ой. 13 шығады. 3-тен 1 шықты ма сенде? 30-дан 1 қосу 30-дан 13. Енді қара, мына 2 минус былай келсе, Шерхан, 2 минус осылай келсе не Плюс істейміз? плюс, Плюс болып кетеді, молодец. 30-дан 1. Сонда барлығының бөлімдері бірдей ғой енді. 30-дан қоса 1 просто. қосу 13 қосу 14, 15 болады да. 2-ден 1. 2-ден 1 болады сонда. Мынау 1 бөлу 15 деген бар ғой, 1 бөлу 15 бүйтіп жазылады ғой. Ол дегеніміз 15-тен 1 деген сөздік ма? 1 бөлу 3 дегеніміз ол 3-тен 1 деген сөз. 1 бөлу 2 дегеніміз ол мындай 1 бөлу 2 деген сөз. Жақсы ма? Жазасыз кеткендер. Оңай, иә, есеп, 31-ші есеп. Осындай Аха. бөлшек есептер келсе екен Аха. деп қуаныңыздар. Мына ктл-дың өзінде келген есептер ғой, кәдімгідей. Осындай есептер келеді. Сосын мынандай сатылы бөлшектер ше, осындайлар келеді, сатылы бөлшектер. Келесі 32-ні. Көрініп тұр ма 32-ні шығарып тастаңдар. Біреу шығып кетті ғой кіріп.
Потом не болды, шықты ма? Үндемей қалдыңдар ма? Дауыстарын білдіріп отырыңдар. Дауыстарын естіп отырайын. Мой Түрлері. Арсен келді. Арсен ба шығып кеткен? Арсен қасыма келді ғой. Сен қасына келдің ба? Аха. Сендер Бөлеміз көршісіңдер. ғой біз. Бөлеміз ағай, бөлеміз. Еще көршісіңдер. Жо. Бөлесіңдер ма? Қалай сен қасына тез келді? Бір үйдесіңдер ма екен? Bir deymiz ғой. Родноймыз дейсің ғой, короче. Өле жегенше бөле же деп. Екінің квадраты қанша болады? 4 ғой. 4 болады, азайту. Екінің квадраты 4, 4 квадраты 9. Қосу 1 бөлу 9-на 1. Мына сатылы бөлшек деген явно келеді ше. Мына ортасы мына жерде ғой. Мына үстін шығарғанбыз ғой просто. Үстін до конца шығарып тастайық, мына үстіңгі жағын ше. 9-дан 4-ке бірінші 1-ді қосыңдар, қанша болады? Маған орта есептік 9 береміз, 9-дан 4-ке 9-ды қоссақ, сонда 9-дан 13 болады. Енді мына жерде қараңдар, қызық нәрсе, 9-дан 13-ті 9-дан 1-ге бөлеміз. Мынаған бөлеміз. Қатпай көрініп жатыр ма, нормально? 13-тен 1 ма? 9-дан 13-ті былай, мынау бөлшек бар ғой, бөлу деген мағына береді. Ей! 9-дан 1 қылып, мынандай бөлу қыламыз ше. Арсен екеуін енді бір телефонды қоспаңдар, бір ғана бір звугын шығарып қойсыңдаршы, екеуін бірге отыра беріңдер. Бір микрофонмен сөйлесіп. Жарайды ағай. 1-ден 9, 9-ден 9 десейді, сонда қысқарып кетеді. Көрдіңдер ма? Мынау бөлшек ше, мына бөлшек. Ол мынандай бөлуді береді, мынандай мағына береді. Мынандаймен қиналсаңдар, мына екеуін бүйтіп бөлу қылып жазып аласыңдар. Үстіндегісі бірінші жазылады, мынау үстіндегісі бірінші жазылады. Жақсы ма? Сонда бұл 13 болады. Таза 13-ның өзі шығады. Окей. Енді қараңдар, үстінен енді бізде 4 азайту 13 шықты. 4 азайту 13 шықты. Астында 9. 4-те 13 азайтсақ минус 9, оны 9-ға бөлеміз, минус 1 шығады екен. Жауабы бізде В болады сонда. Қай жерін түсінбей қалдыңдар? Ильяс, Арсен, Айзия. Оны келесі есеп шығара берейік та. Давай, кеттік па? Давай, шығара берейік. Сөйт айтып отырыңдар. Малай аға келесі деп ше. Сендердің эмоцияларын көріп отқан жоқпын ғой, сол үшін естіп отырайын. Көшіремейтіндер міне үстінде тұр. Так, міне мына есептің жауабын айтыңдар, давайте. Біріншісінде минус 2 болады. Минус 2 көбейту. 2 болады, 2. Мынаны айтып жатсам, мынаны айтып жатсыздар ма? Біріншісін айтып жатсыздар ма? Минус 1-дің квадраты деген сөз, ол минус 1-ді өз-өзіне 2 рет көбейтеміз деген сөз. Сонда минус 1 көбейтсек 2 бола ма не? 1 болады ғой ода. 1 көбейту минус. Қанша болады? Минус 2-ның кубы деген. Минус 6. Минус 6 қосу. Минус 8, минус 8, минус 8. Минус плюс 4, плюс 4 мынаған көтсек минус 8 Минус болады. 8. Молодец. Минус 9 нормально. Мына жақта ше? Минус 9. Минус 9. Минус 27, минус 27. Ильяс красавчик, минус 27 болады ғой. Өйткені мына екеуін көбейтсек 9 ғой, 9-ды мынаған көбейтеміз, минус 27 болады. Сонда қара, үшеуін жазам, міне 1, минус 8, минус 27, и астын жазам, қара, минус 4-тің кубы, минус 5-тің квадраты. Минус 4-тің кубы деген, ол минус 4-ті өз-өзіне неше рет көбейтеміз деген сөз? 64 ағай, 64. Минус 64. 64 плюс 20, минус 25. Минус 4-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеміз деген сөз. 4 көбейту 4, алдарында несі бар, мынандай? Минустары бар, минус 64 болады сонда. Сосын, мынау 25, енді минус 5-тің квадраты плюс 25 болып кетеді, Все, енді қысқартамыз. Не қысқарады?
64 пен 8. 64. Молодец. 1, 8. 25 Енді таңбалар қандай болады? Таңбалар бізде. Плюс болып кетеді, плюс болып кетеді. Плюс болып кете ма? Где тұр? Бізде мынау плюс, мынау минус, мынау минус, мынау минус, мынау плюс. Мынау арасы қосу екен ғой, sorry. Мына жер қосу екен ғой, көрдіңдер ма? Плюс Мына жер қосу екен. Иә. Сонда қараңдар, мынау бізде 2 минус бір-біріне бөлінген кезде, мынау екеуі 2 минус көбейтілген кезде плюс болып кетеді, иә? Мынау сонда қысқармайды ғой бізде. Қысқармайды ғой, өйткені асты алу ғой бізде. Иә? Иә. Ал бірінші астын есептеп алуымыз керек, мына екеуін. Қанша шығады мына жерде? Минус. Азайтамыз екеуін, минус таңбасын қоямыз. Минус 39. Ой, минус 50. Минус Қысқарып. 30. Минус 39 емес па? Минус 39, 39, 39. Молодец, минус 39. Ильяс красавчик. 2 минус көбейтіліп кетеді да, плюс болып кетеді да, 8 көбейту 27. Енді ол нешеге қысқарады? 39 пен 8 қысқартамыз ғой. Қанша болады енді? Ол екеуі қысқармайды ғой. Осылай қалады, иә, көбейте саламыз екеуін. Көбейте салсақ қанша болады? 6, Қас. 5 ойда. 216, 216. Мына екеуін жарайды, 3-ке көбейтсек, 3-ке қысқартсақ болады ғой, 3-ке қысқартайық. Иә. Мынау 9 болады, мынау 13 болады. Сонда 13-тен 72 болады сонда. Минус емес па? Минус бар еще, иә? Онда жау жоқ қой. Біз мына жерде тағы да қателескенбіз ғой. Мына жерде плюс бар екен ғой, ортасында. Оларға неғып мән бермей тұрмыз? Плюс бар екен мына ортасында. Мұғалім бәрібір де минус қалысады ғой. Минус болып. Минус 35 болады ғой ол екеуі. Мынау минус 39 болады. 2 минус 35 бөлу 39 болады сонда. Көрдіңіз ба? Мына таңбалардың арасын бәрі көбейту ма десек, мына жері ғана көбейту, мына жері қосу. Мына жері қосу екен, иә? Иә. Сол үшін, көрдіңіз ба? Жауаптар дұрыс шықпай жатса, уже мына жақтан қарау керек, қай жақтан қателесіп кеттім деп. Бұны біз мысалы таңбадан кетіп қалыппыз мына жерде, иә? Мән бермей қалыппыз. Түсінді ма? Кім қосылды? Бізге тағы да бір адам қосылды ғой. 34 тез шығарып тастаңдар, жауабын айтыңдар 34-тің. Оңай теңдеу екен мынау. Ортақ еселік беріп жібересіңдер бәріне. Мына 7-ге де ортақ еселік береміз, иә? Мынаған 1, мынаған 1, мынаған 2 береміз. Сонда x алу 14 тең 5 болады. 14 барып қосылады, болады 19, иә? Шыдамай өзім шаптадым. 19 шығады. Или тағы да қандай шығарылу жолын білесіңдер? Қалай тағы да шығаруға болады? Қысқарту. Мынау минус 7 барады да қосылады, иә? Иә, ойбай. 7,2-ден 5 болып қосылып кетеді. 7,2-ден 5 дегеніміз ол 7,2-ден 5 дегеніміз ол бізде қанша бүтін? 5-ті 2-ге бөлсем, 5-ті 2-ге бөлсем 2 жарым ғой ол менде. Екеуін қосам 9 жарым болады. Енді мына бөлу 2 мына жаққа өткен кезде көбейтіліп кетеді ғой. Мына 19 болып кетеді екен, иә? Оңай, иә? Давайте, 35. Айзия, что-то естімей қалдың ғой, Айзия? Барсың ба? Айзия. Ау? Айзия. Сен маған жауап бермейсің, басқа біреуге жауап бересің, міне. Айзия отыр екен ғой. Все. Кеттік ал, 35. М, 35-ті бітіріп болды ма? Или тағы шығарамыз ба кішкене? Тағы да шығарамыз. Қазір мен сендерге қайтадан жіберемін, қайтадан кіресіңдер ғой, окей? 11-ге дейін отыра берейік та. Солай да. 11-ге дейін уақыттарың бар ма? Давайте отырайық. Бар. Мұғалім мен 10-ға дейін ғана. Мені. Отыра береміз онда. Ақшаны жақсы. Болды, көреміз қазір. Ағай әптеп полиция отыр. 35-ші есеп шығарып тастаңдаршы, 35-ті. М,
Что там, Ильяс? Ағай минус 3 шығады. -3 шама. Да, 1-дің квадраты нешеге тең? Мына 1-дің квадраты.